Күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге тәтті бұрышты қалай қысқа сақтау керектігін көрсетемін. Менің рецептімді сақтап алыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен осындай бұрыштарымызды, яғни тәтті бұрышымызды алып, сладкий перецті алып аламыз. Бұның ең жақсы қаттылауынан алған дұрыс, өйткені өте жаңағыдай жұмсақ болып тұрған болса, ол енді меніңше заморозка келмейді деп ойлаймын. Сол үшін бұндай бұрыштардың, яғни тәтті бұрыштың өте қаттылауы дұрыс деп ойлаймын. Алдымен осы перецтерімізді жаңағыдай кіржінесін алып тастаймыз, төбесін ойып алып тастадым. Ішінің бәрін тазарттым, яғни ішіндегі дәнегін қалдырмай тазалап жуып аласыздар. Яғни мен жуып алдым. Содан кейін қайттан сырттарының бәрін ішіндегі дәнектерін алып тазаладым. Неке осылай қолмен тазалап алдым. Барлығын дымын ештеңе қалмауы керек. Яғни ол қыстыгүні бұзылып кетпес үшін солай тазалап алған дұрыс деп ойлаймын. Енді осылай сәл үлкендеу кеңдеу қылып алдым. Өйткені кішкентай болса, ертеңгі күні ішіне жаңағыдай фаршировать еткен кезде не қылмайды деп ойлаймын. Жаңағыдай салу қиындау болады деп ойлап, сол үшін осылай кеңдеу қылып тазартып алдым. Неке осындай болып шығу керек. Бұлар бір-біріне киіліп тұру керек. Осының барлығын осылай асықпай тазартып аласыздар. Егер кішкентайлары болса, ұсақтары, оларды да турап-турап, майдалап, турап-турап тастауға болады. Неке осы перецтеріміздің бәрін дайындап алдым, тазалап іштерін. Неке осындай қылып, енді осындай салфанымызды алып, одноразовый, неке бұны қиямыз, яғни ортасын ашып, жақсылап жаңағыдай біздің переціміз салған кезде ыңғайлы болуы үшін осы перецтерімізге осы салфанымызды қиып аламыз, салфанымызды. Яғни қатты майдалап қиюға қажеті жоқ. Сәл көп үлкендеу болған дұрыс. Яғни осы недемізді, салфанымызды ортасынан бөліп ашып алдық. Міне ашқаннан кейін тағы ортасынан бір бөлеміз. Сөйтіп өте майдаламай, пакеттерді майдаламаған дұрыс деп ойлаймын салфанды. Өйткені мен байқамай кішілеу қылып қойыппын. Кішілеу қылып кесіп қойғасын ол келмейді ыңғайға салуға. Біздің перецтеріміз, яғни бұрыштарымыз бір-біріне тимеу керек. Бір-біріне тисе, олар бұзылып кетуі мүмкін. Сондықтан салған кезде осындай пакеттерді бір-біріне кигізіп салған кезде перецтердің бір-біріне кигізген кезде болмау керек, бұзылып кетпеу керек. Сол үшін осы салфандарымызды үлкендеу қылып қиған дұрыс екен. Мен сәл кішілеу қиып тастаппын. Осылай бір-біріне кигізген кезде салфанымыз сырт жағына жетпей қалды. Сол үшін сәл үлкендеу қылып алғандарыңыз дұрыс. Неке осындай бір салфанды салып, перецтің бетіне келесі салфанды осы перецтің үстіне кигіземіз біріне-бірі. Бір-біріне бұрыштарымыз тимеу керек та, тиіп кетпеу керек. Сол үшін осындай алып пакеттерге кигізіп қойып сақтай беруге болады. Қыста сақтап қойсаңыздар, қысқа қыстың күні алып, яғни осындай перецтер бұрыштар қымбат болатын білесіздер. Сол кезде жаңағыдай голубцы, тіпті болмаса лағманға бірдеңеге, салатқа жасауға да болады. Өзім постоянно солай жасап жүрмін. Өстіп сақтап қоямын да, қыстың күні жаңағыдай голубцы жасаймын. Өте керемет. Ал майдаларын турап-турап жаңағыдай салатқа бірдеңеге қосып жіберуге болады перецтердің. Осылай бір-біріне бәрін кигіземіз. Ыңғайлап кигізу керек. Мен салфандарым кішілеу болып қалыпты. Үлкендеу болып кескен дұрыс екен. Сол үшін үлкендеу болып кесіп аларсыздар бірінші. Өлшемей, неғылмай тұрып, дайындамай тұрып, мөлшерлеп. Осыны аламыз да, осыны дайындаған перецтерімізді бір-біріне тимеу керек. Осыны әрқайсысын ұзынша салынғандарын бөлек-бөлек сақтауымыз керек. Мынаның ішіне екі бірдей салуға болмайды, онда да тиіп кетеді. Сондықтан бөлек-бөлек сақтап қоясыздар. Осылай мен қысқа осылай сақтап қоямын. Қыстың күні алып тек тамаққа қатып немесе голубцы жасай беремін. Неке көріп тұрғаныңыздай осылай қылып жасаймыз. Өстіп морозильникке тастайсыздар. Қыстың күні аласыздар да тек дайын күйінде пайдалана бересіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса, лайк, комментарий жазыңыздар. Рахмет назар аударғандарыңызға.
сіздер де жасап көріңіздер, өте ыңғайлы және қыстың күні дайын күйде алып жей беруге болады.